Сабыр және шыдамдылық. Абдуллах ибн Масхуд оған Алла разы болсын былай деді. Хунайн жорығы күні Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам соғыстан кейінгі олжаны кейбір адамдарға көбірек бөлді. Мысалы, Ақрақ ибн Хабисқа 100 түйе, Уяйна ибн Хисаға да сол шамада берді. Сөйтіп бірқатар атақты арабтарға бөлісті артығымен берді. Сонда бір адам Алланың атымен ант етемін, бұл бөлісте әділдік жоқ, бұл Алла разылығы үшін болған жоқ деді. Мен Алланың атымен ант етемін, мұны Алланың елшісіне саллаллаху алейхи уассалам жеткіземін дедім де, оған келіп не айтқанын айттым. Сол сәтте ол кісінің түсі өзгеріп, жүзі қызарып кетті. Сосын Алла және елшісі әділдік көрсетпесе, онда кім әділдік жасайды деді де, Мұсаға Алланың рахымы жаусын, ол бұдан да үлкен зиян шегіп сабыр қылған болатын деді. Содан кейін өз-өзіме, бұдан бұлай оған мұндай сөздерді жеткізбеймін деп сөз бердім. Анастан радиаллаху анху Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам, егер Алла құлына игілік қаласа, онда оның күнәларының жазасын осы дүниеде береді. Ал егер құлына жамандық қаласа, онда оның жазасын күнәсімен қоса, қияметте толық беру үшін сақтап қояды деген. Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам, шындығында сауаптың үлкендігі сынақтың үлкендігімен болады. Егер Алла тағала бір қауымды жақсы көрсе, оларды сынайды. Кім разы болса, разылыққа жетіп, ал кім наразы болса, ол ашуға ұшырайды деген. Абу Хурайрадан, оған Алла разы болсын, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам, көпті жығып жеңген мықты емес, нағыз мықты, ашуланғанда өзін ұстай білген кісі деген. Сүлеймен ибн Сурат, оған Алла разы болсын, былай деді. Бірде мен Алла елшісімен саллаллаху алейхи уассалам бірге отырғанымда екі кісі бір-бірімен ұрыса бастады. Біреуінің беті қызарып, тамырлары сынып кетті. Сол кезде Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам, мен бір сөз білемін, ол оны айтса ашу басылар еді. Егер ол «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим», қуылған шайтанның кесірінен Алладан пана сұраймын десе, ашу кетер еді, деді. Сонда бұл сөзді естігендер ашуланған кісіге, Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам саған қуылған шайтаннан Аллаға сыйынсын деп жатыр деді. Муаз ибн Анастан радиаллаху анху, Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам, кім ашуын жүзеге асыруға мүмкіншілігі бола тұра, оны тыйса, Алла тағала оны қиямет күні хор қыздарынан қалағанын таңдату үшін бүкіл жаратылыстардың көзінше шақырат деді. Абу Хурайра радиаллаху анху былай деген. Бір адам Алла елшісіне саллаллаху алейхи уассалам, маған өсиет айтшы деді. Ол ашуланба деді. Ол адам 3 рет қайталап сұрады. Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам 3 рет деді, оған ашуланба деді. Абу Хурайра, оған Алла разы болсын, Алла елшінің, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, былай деп айтқан жеткізді. Мұсылман ер мен әйелдің өзінде, не баласында, не малында Алла тағалаға жолыққанша, дүниеден өткенше сынақтар болса, оның ешбір күнәсі қалмайды. Ибн Масхудтан, оған Алла разы болсын, Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай деген. Шындығында менен кейін билеушілер тарапынан астамшылық көрініс табады, және сендер жақтырмайтын істер болады деді. Сол кезде адамдар, я Алланың елшісі, сонда бізге не бұйырасыз деп сұрады. Ол, сендер өздеріңі жүктелгенді орындауларың керек болады, ал өздеріңе тиесіліні Алладан сұрайсыңдар деді. Усайд ибн Худайрдан, оған Алла разы болсын, ансарлардың бірі Алланың елшісіне саллаллаху алейхи уассалам келіп, «Я Алланың елшісі, пәленшені баш еткеніндей менде баш етіп тағайындамайсың ба?» деді. Ол кісі, шындығында менен кейін басқаларды менен жоғары қоюшылыққа жолығасыңдар. Маған хауыздың жанында кездескенше сабыр қылыңдар деді. Шыншылдық бабы. Ибн Масхуд, оған Алла разы болсын, Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтқан жеткізді. Расында шыншылдық жақсылыққа жеткізеді, ал жақсылық
жәннатқа алып барады. Адам тек шын сөйлейтін болса, Алла алдында шыншыл деп жазылады. Шындығында өтірікшілік күнәлі іске алып барады, ал күнәлі іс тозаққа апарады. Адам тек өтірік сөйлейтін болса, Алла алдында өтірікші деп жазылады. Хасан ибн Али ибн Абу Талиб әкесі екеуіне Алла разы болсын, мен Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам күмәнданғаныңды тастап, күмәнсізді ал. Расында шындық жанды жайтап қызады. Ал өтірік, ол сезік дегенін жаттап алдым. Абу Суфиян Сахр ибн Харбтың, оған Алла разы болсын, Византия императоры Ираклимен болған әңгімесіндегі ұзын хадисте Иракли одан: ол сендерге не істеуді бұйырады деп пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам туралы сұрағанда Абу Суфиян: ол бізге жалғыз Аллаға ғана құлшылық етіп, оған еш нәрсені серік етпеңдер, ата-бабаларыңның айтқандарын тастаңдар дейді. Бізге намаз оқуды, шыншыл, ізгі болуды және туысқанды қатынасты ұстануды бұйырады дедім деген. Хаким ибн Хизам, оған Алла разы болсын, былай деген: Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам, сатушы мен сатып алушыда айырылысқанша таңдау еркі бар. Егер екеуі шыншыл әрі бір-біріне заттарының ақауларын көрсетіп баяндаса, онда олардың саудаларының берекесі болады. Ал егер жасырып алдаса, онда саудаларының берекесі жойылады деген. Алланың бақылауы. Омар ибн Хаттабтан, оған Алла разы болсын, ол былай деді: біз бір күні Алла елшісімен саллаллаху алейхи уассалам отырған кезде бізге аппақ киімді, қап-қара шашты кісі келіп кірді. Ол кісіде ешқандай сапардың белгісі байқалмады, әрі оны бізден ешкімде танымады. Ол пайғамбардың, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, алдына келіп отырды. Тізелерін оның тізелеріне тигізіп, қолдарын өзінің екі санына қойды. Сосын: әй Мұхаммед, маған ислам жайлы айтшы деді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам: ислам Алладан басқа тәңір жоқ екендігіне және Мұхаммед Алланың елшісі екендігіне куәлік беруің, намаз оқуың, зекет беруің, Рамазанда ораза ұстауың және шамаң жетсе қажылыққа баруың деп айтты. Ол кісі: дұрыс айтасың деді. Біз оның өзі сұрап, өзі растап отырғанына таң қалдық. Ол кісі: енді маған иман жайлы айтшы деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: иман Аллаға, оның періштелеріне, кітаптарына, елшілеріне, ақырет күніне сенуің және тағдырға, ондағы жақсылық пен жамандық Алладан екеніне сенуің деді. Ол: дұрыс айтасың деді. Сосын: маған ихсан жайлы айтшы деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: ихсан Аллаға оны көріп тұрғаныңдай құлшылық етуің. Көріп тұрғаныңдай бола алмасаң, ол сені көріп тұр, біл деді. Ол: енді маған қиямет жайлы айтшы деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: ол жайлы сұралушы сұраушыдан артық білмейді деді. Ол: онда маған оның белгілер жайлы айтып берші деді. Ол кісі: күң өзінің ханымын туады. Жалаң аяқ, жалаңаш, кедей қойшылардың биік ғимараттар салып жарысатынын көресің деді. Содан кейін ол кісі шығып кетті. Сосын мен біраз күн өткіздім. Содан кейін Алла елші саллаллаху алейхи уассалам: әй Омар, өткендегі сұрақ қоюшының кім екенін білесің бе деді. Мен: Алла және оның елшісі бәрінен жақсы біледі дедім. Ол кісі: ол сендерге діндеріңді үйретуге келген Жәбірейіл періште болатын деді. Мұндағы күң өзіне ханым туады деген, ол күңдердің саны көбейіп, өздерінің қожайындарынан қыздар туа бастайды. Ал қожайынның қызы ханшайым болып табылады. Бұл туралы басқа да ойлар бар.